Міне бізде күз мезгілі ортасынан ауды. Біздің қылқан жапырақтыларымыз қысқа ұйқыға дайындалуда. Бұл жерде бізде арша және бозарша ағаштары, олар өзінің өсу процесін тоқтатты. Үстіңгі бөлігі өзінің өсуін тоқтатқанмен, тамыр бөлігі керісінше олар қарқынды дамуда. Әсіресе күз мезгілінде және де көктем кезінде салқын күндері олардың тамыр жүйесі қарқынды даму кезеңінде болады. Сондықтан да күз мезгілінде жасалатын өте маңызды шаруалардың бірі бұлардың тамыр айналасының топырағын қопсытып, осылай жұмсартып отыру өте қажет. Бұлардың тамыр айналасын жұмсартсақ, қопсытып отырсақ, олардың тамырына кислород жеткілікті болады. Сол кезде олардың тамыр жүйесінің дамуы да қарқынды дамиды. Бұл жерде бізде вудверди деп аталатын шар тәрізді бозарша, бұның бейнесі домалақ шар бейнесінде болады. Бұлардың жапырақтарының ұштарын көктем және жаз мезгілінде арнайы қайшылармен қырқып отырса, бұлардың нығыздығы күшейе түседі және де сәндік бейнесі жақсы болады. Мына жерде бізде смарагд деп аталатын 3 жылдық бозарша, бұлардың да тамыр айналасы осылай қопсытылуда. Әсіресе жас отырғызылған көшеттер, жас ағаштар, көп жылдық өсімдіктердің тамыр айналасын көктем күз мезгілінде осылай қопсытып жұмсартып отырған дұрыс. Сол кезде бұлардың тамыр жүйесіне кислород жетіп барады. Оның арқасында бұлардың тамыр жүйесі жақсы дамиды. Тамыр жүйесі жақсы дамығаннан кейін келесі жылы жаз мезгілінде бұлардың үстіңгі бөлігінің өсуі жақсы болады. Бұл жерде бізде смарагд бозаршасының үлкен ағаштары, бұлар шамамен 5-6 жылдық. Бұл жерге отырғызылғанына 4 сезон болды. Тігінен өсетін арша бозаршаларды қыс алдында көбі жіппен байлап таңып қойып жатады. Ол неліктен қыс мезгілінде қардың салмағымен бұлардың бұтақтары майысып, сынып қалмау үшін сол әрекеттерді жасап жатады. Алайда менің ағаштарым бұндай байлауды ешқандай қажет етпейді. Күз мезгілінде қысқа бұларды байлап таңу жұмыстарын жасамау үшін оларды кішкентайынан дұрыс қалыптастыру керек. Олардың бейнесін, сұлбасын дұрыс қалыптастыру керек. Олар бір діңгек бойымен өссе, сол кезде қар салмағына және де сол сияқты салмақтарға бұлар майыспайды және де төтеп беретін болады. Бұлардың сұлбасын дұрыс қалыптастыру үшін көктем кезінде қырқу жұмыстарын жүргіземіз. Артық бұтақтарын кесу, қырқу. Егерде ол тақырыптар сіздерге қызықты болса, арнаға жазылыңыздар. Бұйырса көктем кезінде ол туралы көптеген мәліметтер беретін боламыз. Мына жерде бізде Skyrocket деп аталатын арша ағашы, бұлардың сондай түсі де ерекше болып келеді. Қарап отырсаңыз, бұларды да діңгектері дұрыс қалыптасқан, ешқандай байлауды, таңуды қажет етпейді. Арша бозарша ағаштарының 2 пайдасы бар. Бұлардың біріншіден бұл сәндік көрінісі, сәндік жағынан пайдасы, екіншіден бұлар ауаға фитонцид деген нәрсе бөліп шығарады. Онымен тыныс алу, адамның тыныс алу жолдарына өте пайдалы болып келеді. Міне қазір мына жанында тұрған кездің өзінде бұлардың жапырақтарын ұстаса, бұлардың қылқандарынан сондай керемет хош иіс сезіліп тұр. Оны айтып жеткізу мүмкін емес. Ешқандай парфюмді қажет етпейтін керемет хош иіс. Алғашқы кездері мен бұлардың жай түріне, сәндік бейнесіне ғана қызығып отырғызғанмын. Ал кейін ала бұны күтім жұмыстарын жасап, бұларды күту барысында мен байқадым, сондай керемет хош иіс тартады екен. Бұның жанын, топырағын қопсыту, сондай неше түрлі жұмыстар жасап жанында жүрген кезде иісі кәдімгідей адамға сезіліп тұрады. Ол сондай аромат, айтып жеткізу мүмкін емес, табиғи парфюм. Және де бұның қылқандарын, жапырақтарын қолымен кішкене ұстаса, адамның қолында сондай иіс қалып қалады, тамаша. Ол біраз уақытқа дейін кетпейді. Менің бір байқағаным, бозарша ағаштарына қарағанда арша ағаштары сол иісті көбірек шығарады. Арша ағаштары фитонцидті көбірек бөледі. Алдыңғы видеоларда айтып кеткендей, бұл арша ағаштарының төселіп өсетін және де тік өсетін түрлері болады. Ал бозаршаның тік өсетін және де шар тәрізді бейнелері болады. Мынау бізде тұрған бұл да арша ағашы. Бұның сұрпын білмеймін қалай аталатынын. Бірақ бұл да тамаша, сондай хош иіс бөлу жағынан бұл да эталон деп айтса болады. Өте тамаша. Сонымен қатар күз мезгілінде жасалатын жұмыстардың бірі, бұларды көшіру, отырғызу жұмыстарын осы кезде жасаған өте қолайлы келеді. Қазір мен мына жерде брабант деп аталатын 3 көшетті қазып алатын боламын. Бұларды мен басқа орынға көшірмекшімін. Қазір бұларды қазып алғаннан кейін тамыр жүйесін сіздерге көрсетемін.
тамыр жүйесі бұлардың ерекше, өте өзгеше болады. Қазір көресіздер, өте тамаша сондай. Мынау тұрғандар осы Брабант ағаштарының үлкендеу бейнесі. Бұларда шамамен 5-6 жылдық ағаштар. Смарагд сұрпымен салыстырғанда бұлар қырқуды талап етеді. Жапырақтарының ұштарын аздап қырқып отырса, бұларда нығыздығы артып, сәндік бейнесі бұлардың арта береді. Егер қырқусыз қалса, бұл кішкене өзінің бейнесін жоғалтып, сиреп кетеді жапырақтары. Сондықтан Брабант сұрпын отырғызған кезде сол қырқуға өте аса мән беру керек. Бұлар қырыққанды өте жақсы көреді. Бозаршаның мына үш көшетін мен қазып алдым. Қарап отырсаңыздар, бұлардың тамыр жүйесі өте тамаша, керемет дамыған. Және де бір байқасаңыздар, бұларда тек қана шашақ тамырлар болады, ал тереңге кеткен кіндік тамырлар болмайды. Сондықтан да бұндай ағаштарды отырғызған кезде бірден бір мән беретін нәрсе, жаздың ыстық кездерінде бұларды сусыз қалдыруға болмайды. Сумен үнемі қамтамасыз етіп отыру керек, өйткені бұлардың тамыр жүйесі жердің жоғарғы қабатында болады. Әрі кетсе 30 сантиметрге дейін, 40 сантиметрге дейін ғана жетуі мүмкін, одан әрі бармайды. Бұлардың тамырлары жер бетінде өседі. Сондықтан да әсіресе жаздың ыстық мезгілдерінде бұларды сумен жақсы қамтамасыз ету қажет. Мына ортада тұрған бізде қызыл жапырақты диаблодор деп аталатын пузыреплодник. Бұның бірден бір ерекшелігі, жапырағы қызыл. Арша, бозарша арасында композиция жасауға осындай ерекше фон беріп тұрады. Көктем мезгілінде бұлар гүл ашады. Гүлінің түсі ақ түсте болады. Жалпы күз мезгіліндегі арша, бозаршалардың күтіміне келетін болсақ, күз мезгілінде бұлар ешқандай қоректерді, тыңайтқыштарды салуды қажет етпейді. Тыңайтқыштар берсек, бұларға көктем мезгілінде береміз. Күз мезгілінде жасалатын жұмыстардың ең маңыздысы тамыр айналасында ылғалдың жеткілікті болуын қадағалау керек. Сонымен қатар жасы отырғызылған көшеттерде алдын айтқандай топырақтың жоғарғы жағын қопсытып, жұмсартып қою қажет.